Расында да қазақ жерінде тірі кезінде аңызға айналған талай талант дүниеге келгені рас. Жалпы халқымыз дарынға кейінде болған емес. Әсіресе өткен ғасырда таңғаларлық қарқынмен дамыған қазақтың театр және кино өнері сондай тарихи тұлғаға бай болды. Қымбатты көрермен, қазір біз абыз деп ардақтап, талантына бас иіп жүрген майталмандардың өзі аға буынды пір тұтады. Сондай аңыз адамдардың бірі Сәбира Майқанова. Саналы ғұмырында 20-ға жуық әйел ана бейнесін сомдап үлгерген екен. Тіпті замандастарымен сүйікті көрермені қазақ сахнасының анасы деп атап кеткен екен. Сәбира ана туралы қанша айтсақ та, қалай дәріптесек те артық болмас. Ендеше бейнеүзік назарларыңызға. Қазақ театр және кино әлемі екінші Майқановасын жоғалтты жақында. Менің атым Қожадағы Майқанова апайды сомдаған Рая Мұхамедиярованың өмірден озғанына 2 аптадан асса да өнер сүйер қауым экрандағы жақынын сарыға іздейді. Ал қазақ сахнасының анасына айналған актриса Сәбира Майқанованың өмір сахнасымен қош айтысқанына биыл 25 жыл. 2 апта тұрмақ 25 жыл өтсе де, көмерін шымылдықтың бергі жағында күтетін көрермені бар Майқановалар бақытты. Құдайдың берген таланттарға олар, самародықтар, енді олар Станиславскийдің системасын оқымаса да, соншалықты дәлдікпенен, соншалықты шындықпенен сахнаға өмір алып келді сол кісілердің барлығы. Соның біреуі сол Сәбира апа. Сөз саптасы, астарлы сөз айту, содан кейін халыққа көрерменнің көкейіне жеткізу, трагикалық бір қайғылы ноталарда сөзінің арасында сөзінің қайғылы түрі керемет болатын ауыз. 1932 жыл Майқанованың театрдағы дебюті. Алғашқы ұстазы Серке Қожамқұлов жас актрисаға Майлиннің майданындағы Алтынай атты комсомол қыздың образын ұсынды. Алғашқы рөлдің өзіне тән ауыр жүгі болады. Оған Сәбира Майқанованың мына естелігі дәлел. Мен толқып, жүрексініп ойнап шықтым. Серке ағайымның қуанғанына қарағанда, рөлім жаман шықпаған сияқты. Бұл ұстаз үшін де, шәкірт үшін де оңынан туған күн болды. Мамамның тазалығы, білмеймін, принциптары. Бір рет маған айтқан, сонда шешесі қайтқанда өзі 7-де болатын. Шешем айтқан, өтірікті айтпа, ұрлықты семе, әйелдің жаман жолына түспе. Сол үш нәрсені мамам өмірден бәрін өтті, сол принциппен. 7 жасында жетім қалып, ананың мейірімін толыққанды сезініп көрмеген бүлдіршіннің өсе келе ондаған ана образын шебер сомдап шығуы қайталанбайтын құбылыс. Шыңғыс Айтматовтың ана жер анасындағы Толғанайдың, Әуезовтің Абай шығармасындағы Ұлжанның, Қыз жібек фильміндегі Қамқа ананың образы бір ғана адаммен, Сәбира Майқановамен байланысты. Актрисаның көрермен жүрегіндегі рөлдерін жалғайтын тағы бір бейне, Сәбира ананың образы керек енді.